әлем бойынша барлығына ұнайтын, барлығының көңілінен шығатын ортақ әйел сұлулығы жоқ десе болады. Себебі қазіргі әлеуметтік желідегі керімдер стандартталған сұлу болып көрінгенімен, біз білмейтін біраз елде әлі де көзге ілінбеген өзіндік сұлулығымен ерекшеленетін, тіпті таңдай қақтырып немесе ойға кіріп шықпайтын өзге ұлттардың сұлулығы бар. Соларға шолу жасап шығайық. Падуандық әйелдер. Таиланд еліндегі падуан тайпасының әйелдері 6 жастан бастап мыс жүзіктерін мойындарына және аяқтарына тағып бастайды. Жасы келген кезде мойындағы жүзіктер саны 25-ке дейін жетеді. Оңтүстік америкалық, Италия, Африка және басқа елдер әйелдер сұлулығы кеуде мен бөксеге қатты мән берсе, қытайлық және жапондық әйелдер ол жерлерін жасырын ұстаған. Олардың сұлулыққа көзқарасы ерекше. Олардың бірі аяқты бинтке орап, кішкентай, қуыршақтай етіп көрсету. Бірақ бұл көрініс өте бізге жағымсыз көрінсе, қытайлықтар үшін сұлулықтың бір түрі. Эфиопия елінде түрлі тайпалар өмір сүреді. Оның арасында Мурси тайпасына көңіл бөлсек, бұл тайпаның қорқынышты салты бар десек болады. Олардың әйелдері еріндерін тесіп, керамикалық доңғалақ салып қояды. Керамикалық доңғалақ ұлғайған сайын, ол әйелдің дәрежесі де өседі. Әр елдің салты басқа, иттері қарақасқа деген осы болар. Бррр, дене түршігіп кетті ғой. Келесіге көшейік. Күншығыс елінің, яғни жапондық сылқымдар, европалықтарды жиі өздерінің трендтерімен таңғалдырып жатады. Жалпы, басқа елдің арулары сұлулық деген әжім болмаса, дене бітімі жақсы болғанын қаласа, жапон сұлулары бұл әдісті байырдан бері біледі. Жапон елінде сұлулықтың белгісі қазіргі тренд ол қисық тістер. Өздерінің тістерін тіс дәрігеріне барып қисайтып алады екен. Бұл сәннің атауы йоба деп аталады. Сұлулары әлем бойынша мойындалған еді. Мұны естіген өзге ел серілері қыздарына көз сүзуін тоқтатар емес. Ұрлау әрекеттері де жиі орын алып кетті. Сол себепті ата-аналар амал ойлап тапты. Қыздарының мұрындарына қара талдан жасалған пробка тығып қоятын болды. Бұл әрекетімен қыздардың сұлулығын жасырғысы келді. Бұл амалды әзірге дейін пайдаланып келеді. Достар, бүгінге осындай топтамалар күнде шығып тұрсын десеңіздер, лайк басып, қандай тақырыптағы топтар шығуын өздеріңіз таңдап, видео астына пікір жазыңыздар.